Нұрсұлтан Назарбаевтың Алматы облысына жұмыс сапары бүгінде жалғасты. Президент бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, аймақтағы кәсіпкерліктің аяқ алысымен жіті танысты. Қазірдің өзінде өңірде 100 мыңнан аса шағын және орта кәсіп субъектісі жұмыс істеп тұр. Елбасы саладағы жұмысты әлі де ширатуды жүктеп, мемлекеттік бағдарламалардың жүйелі орындалуын қадағалауды тапсырды. Әріптесім Әсем Қабылбек рет-ретімен. Шағын және орта кәсіпкерлік мемлекеттің тірегі. Бизнес өкілдерінің ел экономикасындағы жүгі қашанда ауыр. Соңғы жылдары елімізде шағын және орта бизнес өкілдерінің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 30%-ға жуықтады. Ел кәсіпкерлері республикалық бюджетті арттыруда зор үлес қосып келеді. Солардың қатарында Алматы облысының бизнесмендері де бар. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының Талдықорғандағы бас кеңсесі. Ғимараттың ресми атауы Атамекен Бизнес Сити. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Алматы облысындағы шағын және орта бизнес өкілдерімен жүздесті. Қазіргі уақытта өңірде 100 мыңнан аса шағын және орта кәсіп субъектісі бар. Кәсіпкерлердің өндірген өнімдерімен көрмеден танысуға болады. Екінші қабатта білікті мамандар кәсіпкерлерге тегін кеңес беріп, заңдық және бухгалтерлік қызметтер көрсетеді. Яғни бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейді. Шетелдік инвесторлармен кездесу өткізуге де қолайлы жер. Осы жерде Алматыда болғанымды көрдің бе? Алматыда Алматыда көрдік. Кеорг-центр, где могут все прийти и работать вместе, барлығы бір жерде отырып, ашық жерде отырып. Жұмыстарын жасап жатыр, содан үйреніңдер. Жақсы. Облыс әкімі Амандық Баталов биыл 550 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартуды көздеп отырғанын мәлімдеді. Сондай-ақ осы жылы бизнес бастау бағдарламасы бойынша 3 мыңнан аса адамды оқытып, 650 жобаны қаржыландырмақ. Оның жалпы сомасы 5,4 миллиард теңге. Облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры Нариман Әбілшайықов бизнесті дамытуға арналған жоспармен таныстырды. Күні кеше президент Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс барысымен Алакөлге барған болатын. Жергілікті кәсіпкерлерді туризм кластерін қарқынды дамытуға үндеді. Кеше Алакөлде болдым, чтобы халықтың барлығына білгізу үшін өзімізде осындай үлкен көл бар еліміздің ортасында. Оның адамның денсаулығынан шипалы екенін елдің бәрі біледі. Ресейден де келіп жатыр, басқа жақтан да келіп жатыр. Халыққа түсіндіру керек. Сол жерде бизнес жұмыс істеу керек. Бизнестегі әкімшілік кедергілерді азайтып қолдау қажет. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына келіп түскен өтініштердің 71% бизнестің пайдасына шешілген. Шағын және орта кәсіп әлемдегі мықты елдердің экономикасына тіреу болып отырған күш. Нарықтық қоғамда алып корпорациялардың қажетін өндіріп, жалпы жұртқа жұмыс беретінде осы шағын және орта бизнес. Тұрмысы түзу елдің көңілі де түзу. Мемлекеттің бұл салаға ерекше мән беріп отырғаны да содан. Президент Талдықорғанда бір топ кәсіпкерлермен кездесіп, оларды тыңдап, өзара пікір алмасты. 2016 жылы сіздің өзіңіздің Иранға жасаған сапарыңызда делегация құрамында болдым. Ирандық кәсіпкерлермен ет экспорты жөнінде келісім шартқа қол жеткізген едік. Қазір сол келісім шартты орындауға кірісіп жатырмыз. Ауыл шаруашылығына 2 миллиард инвестиция салдым. Біз кластер құрдық. 3 мың басқа мал бордақылау алаңы аштық, мал сою кешені аштық. Дүкендер желісімен тұтынушыға етті жеткізіп отырмыз кластер бізде. Сол ақша салған ақшамыздың бір бөлігін мемлекет өзімізге субсидия ретінде қайтарып берді. Біз енді рыночный экономика болғаннан кейін қондау керек, жекемен шықты қолдау керек. Дегенменен Совет одағынан шықтық, бәрібір жібергісі келмей ұстап отыратынды болады, шетінен келе жатырмыз. Облыстың жағдайы түзеліп келе жатыр. Сондай-ақ мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Талдықорғандағы салтанат сарайын аралап көрді. 2 қабатты жаңа ғимарат жергілікті бюджет есебінен салынған. Атының өзі айтып тұрғандай, салтанатты жиын өткізуге арналған. Бірінші қабатта ахаж бөлмесі, қалыңдық пен күйеу жігіт бөлмелері, қонақ бөлме, қосалқы және техникалық ғимараттар орналасқан. Екінші қабатта мәжіліс залы, ресми кездесулер мен шараларға арналған зал, мейрамхана бар. Осы ғимаратта президентке құрылысы қызу жүргізіліп жатқан әлеуметтік нысандар мен драма театрдың жобасы таныстырылды. Дені мемлекеттік әріптестік аясында бой көтереді. 570 орындық бассейн, жеңіл атлетикалық спорт кешені, 2 орта мектеп, драма театрды салуға жеке инвесторлардың қаржысы тартылмақ. Қазір сентябрьде ашылады, біз ашылуына международный театральный фестивальді белгілеп жатырмыз. Это уникально, 500 орын, и соның кейін тағы да екінші кішкентай сахнасы бар, репетиционный, то есть международный стандарт. Алматы облысына жұмыс сапарын қорытындылаған елбасы 5 әлеуметтік бастамаға ерекше ден қоюды тапсырды. Президенттің пікірінше, Алматы өңірі экономикалық өсім жөнінен көш басында, біраз салада өсім байқалады.
ең қажетті бізге қант қызылшасын шығаратын және жүгері өндіру мәселесі, соя өндіру мәселесі болатын. Кейінгі кезде ол құлдырап кетті. Кейінгі 3 жылдағы жасалған жұмысқа өте жоғары баға бере аламын. Қазіргі мынау әкім Амандық Баталовтың бастауыменен менің тапсырмамды орындап, осы күні 60 мың тонна қант шығаратын жағдайға жеттік. Қызылшаның плантациясын өте күрт өзгерттік, көбейттік бірнеше рет. Қарап отырсаңыздар, заводтардың барлығы тоқтап қалған, қант жасайтын барлығы іске қосылды. Оның үстіне алма мәселесін қойған болатымын. Содан кейін көкөніс мәселесі бар, мал шаруашылығы бар, және таудан ағатын суларды пайдаланып, кішігірім гидростанциялар салып, елге көмек жасау болатын. Осының барлығы айта берсе көп мәселе бар, барлығы дұрыс орындалып жатыр. Президент аймақ басшысының атқарған жұмысына 5 деген баға беріп, босаңсымауға шақырды. Жалпы алғанда өңірдің өсу өркендеуіне оң баға беруге болады. Мен тексеретінім әр уақытта жарияланған бағдарламалардың орындалуы. Оның ішінде индустриялық бағдарлама бар, оның ішінде инфраструктуралық бағдарлама бар, оның ішінде жаңа әлеуметтік бағдарлама бар. 5 менің тапсырмам бәрін. Алматы облысына келсек, бұл еліміздің бір ерекше өңірі болып саналады. Ерекше болып саналатын себебі бір жағынан тікелей Қытай Республикасымен шекаралас бұл мәселе. Сондықтан да мен Талдықорғанды облыс орталығы деп қайта жарияладым. Бұл жерде халық көп болу керек, шекара болғаннан кейін. Халық сауатты болу керек, білу керек. Шекараны сақтау екен елдің мына жағындағы шебінде тұрған. Сондықтан 2 ауданды қайта құрып, оның ішінде де халық көбейсін дегенменен ол аудандар қуанып жатқандарын білемін, құттықтаймын. Көшкен ел қайтып келсін деп, өндірсін, жұмыс беретін жағдай жасау керек. Соңғы 3 жылда аймақта 3 миллион шаршы метр баспана қолданысқа берілген. Аграрлық сектордағы көрсеткіштер көңіл қуантады. Газдандыру ісі қарқынды түрде кезең-кезегімен жүріп жатыр. Президент атқарылған істерге оң бағасын беріп, нақты міндеттер жүктеді. Айналып келгенде барлығы қарапайым халықтың қамы. Әсем Қабылбек, Айдос Меделбеков, Асхат Әзіретханов, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар Алматы облысынан. Аймаққа сапар аясында президент Алакөл ауданына барып, ондағы демалыс аймағының тыныс-тіршілігімен жеке танысты. Жалпы ел жұрт қазір Алакөлге жиі барады. Жасы көңілін өсіріп, жасамысы сонда бойын сергітіп қайтқанды жөн көреді. Жағасында демалып, шипал суынан ем алатындардың қатары соңғы 4 жылда 2 есеге артқан. Биыл 1 миллион деген межені еңсеру көзделіп отыр. Әдетте алыс жатқан Анталияны аңсап тұратын халықтың еліміздің Алакөліне бет тұра бастағаны бекер емес. Соңғы жылдары көл жағасындағы көп нысан жөнделді, өңделді, қысқасы қызмет сапасы едәуір жақсарды. Енді барыс келісті дамытуға ден қойылып жатыр. Былтыр ауданда әуежай ашылған, биыл жаңа темір жол қолданысқа беріледі. Жай көлікпен де жайлы жету үшін автожолдар жаппай жөнделуде. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев атбасын тіреген алғашқы орын Үшарал қаласы, Алакөл ауданының орталығы. Елбасы Үшарал қаласындағы әуежайдың жұмысымен танысты. Былтыр Астана Үшарал, Алматы Үшарал және Талдықорған Үшарал бағытында әуе рейстері іске қосылғаны белгілі. Әуе қатынасы арқылы ұшу жиілігін арттыру үшін 2 ұшақ сатып алынбақ. Алакөл ағынсыз көл, суы тұзды. Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасына орналасқан. Алакөлдің суы тәнге шипа, жанға дауа, жағалауды дамытудың бас жоспары дайын. Президентке облыс әкімі Амандық Баталов өңірдің дамуы жайлы баяндады. Өңір басшысының айтуынша, облыста соңғы 4 жылда туристік қызмет көрсету көлемі 2 есеге артқан. Тек Алакөл ауданы бойынша 3,5 миллиард теңге. Соның арқасында былтыр қазынаға 8,3 миллиард теңге кіріс түсті. Қызмет көрсету сапасын арттыру басты жұмыстардың бірі. Көзін тапсан нағыз көл көсір пайда. Жол салу мен жүк тасымалына қатысты атқарылып жатқан істерді инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек атап өтті. Мәселен, 2017 жылы республикалық маңызы бар 4000 шақырымнан астам тас жол жөнделген. Соның ішінде 603 шақырым жол пайдалануға беріліпті. Алакөлге кедергісі жету үшін кешенді жұмыстар жан-жақты атқарыла бермек. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы туризмді дамыту. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті Қанат Алпысбаев Алакөл демалыс аймағының 2020 жылға дейінгі көліктік картасын таныстырды. Биылдан бастап Алакөлдегі демалыс орындарына
пойызбен қатынауға мүмкіндік бар. Ақшия ауылында жаңа теміржол вокзалы іске қосылмақ. Жоба құны 201 миллион теңге. Нысан аумағы 264 шаршы метр. Күніне 600 адамға қызмет көрсете алады. Алдағы жазда теміржол арқылы 200 мың жолаушыны тасымалдау көзделіп отыр. Ақшия ауылында былтыр соңғы заманауи үлгідегі амбулатория іске қосылған. Келушілерге медициналық қызмет көрсетеді. Жазғы шомылу кезінде бірнеше бағыт бойынша қосымша вагондар іске қосылмақ. Соның бірі Жетіген, Достық, Жетіген. Теміржол қатынасына мемлекет арнайы субсидия бөліп отыр. Президент демалып, әрі ем алу үшін келетіндердің қатарын арттыру үшін бірқатар тапсырма берді. Бір сөзбен айтқанда, Алакөлге келетін туристер жол азабын тартпауы керек. Біздің Қазақстанның ең туристер келетін жері болу керек, себебі дәл елдің ортасында. Алматыға да жақын, Қарағанды, Астанаға да жақын, мына жақтан Балқаш, Жезқазғанға да жақын. Мынандай қонақ үй болған жоқ еш уақытта. Сондықтан бұл өте бір керек туристік жер болайын деп отыр. Бұл шипалы көл, емдейді, өте қажетті жер. Қазақстандықтар осы жерге келіп демалу керек. Жалпы Алакөл жағалауында 180-нен аса туризм инфрақұрылымы бар. Олар мейманханалар, сауықтыру лагерлері, санаторийлер, демалыс және қонақ үйлері. Бір мезетте 13.415 адамды қабылдай алады. Аталған көрсеткіш еселене түспек. Президент қолданысқа берілген бірнеше 5 жұлдызды қонақ үйлерді аралады. Дені жеке инвестордың қаржысына салынған. Еуропалық стандартқа сай. Қонақ үйлердің аумағында кинотеатрдан бастап балалар ойын алаңдарына дейін бар. Тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған пандус та қарастырылған. Туризм көптеген елде қазынаның негізгі кіріс көзі. Тіпті жекелеген мемлекеттерде ұлттық жалпы өнім осы туризмге тәуелді. Ал Алакөлдегі суда Менделеев кесесіндегі элементтердің көбі кездеседі. Салыстырмалы түрде айтсақ, тұзды судың құрамы қара және өлі теңіздерге ұқсайды. Алакөлдің жағасы адамға лық толып, туризм экономиканы алға сүйреуі тиіс. Сондықтан биыл көлден сая іздеп келушілердің санын 1 миллионға жеткізу көзделіп отыр. Әуежайдан бөлек жаңа теміржол вокзалының ашылуы Анталияны емес, Алакөлді таңдайтындардың санын арттырады деген сенім мол. Гүлжан Марқабаева, Әсем Қабылбек, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар Алматы облысынан. Озық елдердің тәжірибесіне үңілсек, экономиканың кем дегенде 10%-ын туризм саласы қамтамасыз етеді. Осы алдыңғы шепке қосылу үшін Қазақстан туризмді, ондағы инфрақұрылымды дамыта түсу қажеттігін елбасы әлдеқашан айтып, тиісті тапсырма берген. Аймақтардың бейім тұстары белгіленді. Астана мен Алматы бизнес туризмге, Шығыс өңір экологиялық. Алматы қаласы тау туризміне икемделеді. Ал оңтүстік мәдени туризм ошағы болса, Батыс Қазақстан жағажай демалыс аумағы ретінде дамиды. Қазір өңірімізде біршама резервтер анықталып отыр. Оның ішінде медициналық туризмде, екінші ресми іссапар туризмі дейді. Өңіріміз инвестициялық тұрғыдан өте потенциалы жоғары болғандықтан шетел инвесторлары, бизнес өкілдері көптеп келіп жатыр. Түркістанға Ресей Федерациясының Башқұртстан, Қазан немесе Татарстаннан. Биылғы туристік маусымнан бастап Алматы, Астана, Өскемен және Семей қаласынан Алакөл жағалауындағы Үшарал аэродромына әуе ұшақтары тікелей ұшатын болады. Жалпы билеттің құны 7 мың теңгенің маңайында болады. Бүгінгі министрліктің мақсаты осы демалыс аймағына көптеген өзіміздің қазақстандықтарды, ең бірінші өзіміздің қазақстандық азаматтарды баруына ыңғайлы жағдай жасау. Жақын жылдар осы Алакөл ел бойынша демалушылар ең көп баратын жерге айналуы тиіс. Биыл демалыс аймағын дамытуға қазынадан 1 миллиард теңге бөлу көзделіп отыр. Бұл ақша көл жағасына дейін жол тартуға, инфрақұрылымды дамытуға жұмсалады. Әріптесім Жұрағат Баман Алакөлден бастап тұтас еліміздің туристік кластерін дамыту бойынша атқарылып жатқан ауқымды жұмысқа шолу жасайды. Кезек Дәйекцен айдарында. Рахмет Бауыржан, мен жалғастырайын. Судың емдік қасиеті зор Алакөл жағалауында демалушылар саны жыл сайын артып келеді. Мәселен, туристік қызмет көрсету көлемі 2 есе артты. 2014 жылы 3,9 миллиард теңге болса, былтыр 8,3 миллиард теңге болды. Биыл бұл көрсеткіш 10 миллиард теңгеге дейін өседі деген болжам да бар.
Еліміз туризм индустриясын жан-жақты дамытуға барлық мүмкіндіктер бар. Мысалы, ұлттық туризмнің жауһары саналатын Бурабай өткен жылы экономикамызға 5 миллиард теңге көлемінде кіріс әкелген. Ал оны дамыту жобасы аясында 2020 жылға дейін 61 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл қаржының жартысы жеке инвестицияға тиесілі. Туристік саланы дамытудың 2018-2020 жылдарға арналған жаңартылған тұжырымдамасы негізінде 6 туристік кластер белгіленген. Мысалы, Шымбұлақ пен Медеу шатқалына жылына 800 мыңнан астам демалушы барады екен. Яғни күніне 10 мыңға жуық адам тауға шығып шаңғы тебеді. Шырайлы Шымкентке, Түркістан мен Отырарға да барушылар көп. Тек бір Қожа Ахмет Яссауи кесенесін жылына 1 миллионнан астам адам зиярат етеді екен. Туристік әлеуеттің артуы транзиттік логистиканың дамуымен тікелей байланысты. Соңғы 5 жылда республикалық маңызы бар 34,2 мың шақырым автомобиль жолдары салынған. Теміржол желілерінің ұзындығы 1854 километрге дейін ұлғайған. Алакөлге оралсақ, мемлекет басшысының тапсырмасымен туристерге жағдай жасау үшін Үшаралда жаңа әуежай қолданысқа берілген еді. Оның құрылысына 1 миллиард теңге бөлінген. Осы ақшаға 2,5 шақырымдық ұшу-қону алаңы жаңартылып, радиотехникалық құралдар алынды. Алакөлге ұшақпен ғана емес, темір жолмен жету мүмкіндігі де ашылды. Президент тапсырмасымен оған шойын жол тораптарын қосуға биыл 200 миллион теңге бөлініп отыр. Сондай-ақ жолда жөнделеді, ол мақсатта 900 миллион теңге